Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Мен Темрешов Алтынай Бейбітжанқызы, номер 37 Жұлдызай бөбекжайының тәрбиешісі, педагог-модератор. Бүгін сіздерге үй жағдайында ойналатын ойынның бірнеше түрлерімен таныстыратын боламын. Үй жағдайында ойналатын ойындардың мақсаттары баланың дамуына оң ықпал ету үшін өте маңызды. Мұндай ойындар балалардың зияткерлік, физикалық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуын қолдауға бағытталған. Үй жағдайында ойналатын ойындар балалардың қиялын ұштауға көмектеседі. Бұл шығармашылық қабілеттерді дамытады және жаңа идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Әртүрлі түртікшелерді пайдаланып, үй жағдайында лабиринт ойынын құрастыруға болады. Бұл жерде бала бір нысаннан лабиринт арқылы өтіп, екінші нысанға жетуі керек. Үй жағдайында ойналатын ойындар баланың жеке тұлғалық дамуын қолдай отырып, білім мен дағдыларды тереңірек меңгеруіне мүмкіндік береді. Балалар ойын барысында бір-бірімен қарым-қатынас орнатуды, келісімге келуді, ортақ шешімдер қабылдауды үйренеді. Үй жағдайында ойналатын тағы бір ойынның түрі түстеріне қарай сәйкестендір ойыны. Яғни, бұл жерде бізге керек құралдар қатты қағазға, немесе картон қағазға әртүрлі дөңгелек пішінді түстерді таңдай отырып, балмұздақ таяқшаларына сол түстерді желім арқылы жапсырамыз. Және де балаға берілетін тапсырма сол түстерге байланысты сәйкестендіріп, орындарына қойып отырады. Үй жағдайында ойналатын ойынның тағы бір түрі екі адам арасында ойналатын логикалық ойын. Ойынның мақсаты өз белгісін суреттің біреуін таңдай отырып, үш қатарға, бағанға немесе диагонал бойынша орналастыру. Ойын өрісі 3×3 тордан тұрады. Міне ата-аналар, үй жағдайында балалардың уақытын тиімді пайдаланып, осындай әртүрлі ойындарды үй жағдайында құрастырып ойнатуға болады.